Шағбан жайында не білеміз, бұл айда не істеуге болады, не істеуге болмайды? Барат түні қашан? Ассалаумалейкум. Құрметті оқырман. Алдымызда санаулы күндерден кейін керемет түн келе жатыр. Бұл түн кешірім, тағдыр, тозақтан құтылу түні деп те аталады. Бұлай аталуының себебі осы түні тағдырға қатысты ризық несібе, ажал, өмірге келу және өмірден өту секілді нәрселер нақтыланады, яғни жазылады. Алланың мейірімімен қаншама адамның күнәсі кешіріліп, тозақ отынан құтылады. Міне осындай түнді жіберіп алмаңыздар. Бұл түн Шағбан айының 14-нен 15-іне қараған түн. Ол қасиетті түн Бараат түні деп аталады. Биыл Бараат түні ақпан айының 13-нен 14-іне қараған түнге сәйкес келеді. Бүгін біз бұл Бараат түнінде не істеуге болады және не істеуге болмайды? Осы сұрақтарға жауап іздейміз. Жайланып отырып алыңыздар. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Шағбан айының шапағатына бөленіңіздер. Бараат дұғалар қабыл болатын түн. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Шағбан айының жартысы толғанда түнін намазбен, күндізін ораза ұстаумен өткізіңдер. Өйткені Алла тағала күн ұясына батқанда, кешірім тілеуші бар ма, кешірейін. Ризық сұраушы бар ма, ризық берейін. Ауру сырқауға ұшыраған бар ма, шипасын берейін. Қане, не сұраушы бар? Деп таң шапағы атқанға дейін рахымын төгет деген. Ибн Мәжа. Имам Шафиғи, 5 түн бар, ол түндерде тілеген дұғалар кері қайтарылмайды деп, соның ішінде Шағбан айындағы Бараат түнінде айтқан. Бұл түнді Құран оқу, пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уә сәлләм көп салауат айту, тәсбих тарту, нәпіл намаздар оқу секілді құлшылықтармен өткізуіміз керек. Өйткені бұл түні белгіленген, арнайы жасалатын ғибадат түрі жоқ. Намаз жамағатпен оқылмайды, жеке-жеке оқылады, оқшаулану. Бұл кезде Аллаға бар мұқтажын емін еркін айтуға болады. Алладан керегіңіздің бәрін сұрай беріңіз, сізді не мазалайды, қандай проблема, не жетпейді бәрін сұрай беріңіз, денсаулық, бай-бақуатты болуды, қиындықты жеңуді. Қымбатшылық болмауын, ер азаматтарымыздың амандығын. Ештеңе қалмасын бәрін жазып алып оқып шықсаңыз да болады. Жанұяңызды тозақ отынан сақтауын тілеп, Алладан жақсы тағдырлар жазуын сұраңыздар. Әрине әуелі 2 рәкат нәпіл намаз оқып, тәсбih аударып барып сұрасаңыз өте дұрыс болады. Егер намаз оқи алмасаңыз, намаз оқиын деп сұраңыз. Қолыңызды көкке жайып жалынып сұрауға болады. Еңіреп жылап сұраңыз. Өзіңе жайған қолымды қайтарма деп жылаңыз. Өйткені Бараат түні сондай түн. Дұғалар қайтарылмайтын, нағыз тілейтін түн. Бұл бір шанс. Жіберіп алуға болмайды. Егер Аллаға ұнамды қылықпен жүрсеңіз сұрағаныңызды береді. Арманыңыз орындалады. Өзі айтып тұр ғой кімге не керек деп. Соған дайындалыңыздар. Проблема барлық адамда бар. Барлығы сол түні сұрайды. Видеоға лайк басып пікір жазыңыздар, ой бөлісіңіздер. Алланы ұлықтап мадақтап қойыңыздар. Пікір орнына әлхамдулиллах. Алла ұлы деп жазыңыздар. Бұл сіздерге де, мен үшін де маңызды. Рахмет. Ал ендеше бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уә сәлләм Шағбан адамдардың басым көпшілігінің Рамазан мен Ережеп айларының ортасында мән бермей кететін айы. Бұл айда амалдар Алла тағаланың құзырына көтеріледі. Мен де амалдарымның ораза ұстаған кезінде Алланың құзырына көтерілгенін қалаймын деген. Ән-Насаи, Хасан. Бұл түні не істеуге болады? Бараат түнін дұрыс қарсы алу үшін бұл түнді ұйқысыз өткізген абзал. Егер кімде кімнің шамасы жетсе, бұл түнді тек құлшылықпен өткізгені жақсы. Алайда кімнің бұған шамасы жетпесе, ол адам осы түннің кез келген бөлігін құлшылыққа арнай алады. Құлшылыққа түннің екінші бөлігін арнап, мына ғибадат түрлерін атқарса болады. Намаз осы түнде атқарылатын ең абзал құлшылықтың бірі. Намаз ракағатының белгіленген саны жоқ, алайда ракағат саны 8-ден кем болмауы тиіс. Сондай ақ әр намаздағы рукуы, қиям, сәжде ұзағырақ болғаны абзал. Намазда Құраннан ұзақ аяттар оқылғаны жақсы. Егер кімде кім ұзақ сүрелерді есіне түсіре алмайтын болса, бір ракағатта қысқа бір сүрені бірнеше рет қайталауына да болады. Тилауат қасиетті Құранды оқу осы түні атқарыла пайдалы құлшылықтың түріне жатады. Намаз оқып болған соң, я болмаса басқа уақытта шамаңыз жеткенше Құран оқыңыз. Зікір, бұл түнді зікірге арнаған өте жақсы. Әсіресе пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уә сәлләм салауат айту. Сондай ақ зікірді жүріп бара жатқанда, төсекте жатып және де жұмыс уақытында немесе жұмыстан тыс уақытта да оқуға да болады. Дұға бұл түні бізге көп пайда келетін ғибадаттың бірі. Осы түні Алла тағала дұғамызды қабыл етеді деген үміт бар. Дұға ғибадат.
Алла тағала жасаған әрбір дұға үшін сұраушының мұқтаждығын өтеп қана қоймай, сауап та жазады. Тіпті сұраған нәрсесі қол жетімсіз болса да, ол адам жасаған дұғасы үшін сауаптан құр қалмайды. Сонымен қатар дұға барлық ғибадаттың өзегі болып табылатын, Алла мен адамның байланысын арттырады. Адам баласы қалағанынша кез келген түрде дұға ете алады. Алайда ең жақсы дұға пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм дұғалары. Бұл дұғалар шебер сөздермен пенденің бұл өмірдегі әрі ақыреттегі барлық мұқтаждығын қамтиды. Расында да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм дұғасы соншалықты терең мағыналы, тіпті пенденің оған баға беруге шамасы жетпейді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уәсәләм дұғасы жайлы көптеген кітаптар әр тілде жарық көрген. Мұсылман адам Алла тағалаға сол дұғалар арқылы, араб тілінде я болмаса өз ана тілінде сол дұғалардың мағынасын айта отырып жалбарынуы керек. Нәпіл намазды я болмаса Құранды белгілі себептерге байланысты оқи алмаған адамдар болса, ауру, әлсіздік немесе шұғыл тірлігі бар болса, ол кісілерге осы берекелі түннің сауабынан құр қалмас үшін төмендегі амалдарды орындауды ұсынамыз. 1. Ақшам, құптан және таң намаздарын мешітте, егер сырқат болып, шамасы жетпесе үйінде оқысын. 2. Үнемі зікір айту, әсіресе салауат. Кез келген халде, адам ұйқыға кетпейінше зікірде болуы тиіс. 3. Алладан кешірім тілеу. Мұны төсекте жатып та сұрауға болады. Әйел адамдар етеккір кезінде намаз бен Құран оқи алмайтындықтан, олар кез келген зікірді айтып, таспих тартып, салауат айтуы керек. Сонымен қатар Құран мен хадистерде келген араб тіліндегі дұғаларды дұға ету ниетімен оқи алады. Бұл түні не істеуге болмайды? Бірінші, жоғарыда атап айтылғандай барат түні мұсылмандар үшін ерекше түн. Сондықтан да осы түнді Аллаға толықтай мойынсұнған күйде өткізу қажет. Әрі Алланың алдында ұнамсыз амалдардан тыйылу қажет. Дегенмен әрбір мұсылман әр кезде күнәлі істерден аулақ болуы қажет. Осындай түндері күнәлі іс жасау үлкен қылмыс әрі Алла тағалаға бойсынудан бас тартқандық болып саналады. Мұндай амал Алланың қаһарына ұшыратады. Сондықтан да барынша күнәлі істерден тыйылуымыз қажет. Асылында осы түнгі жасалған күнәлар бұл түннің барлық нығметінен құр қалдырады. Екінші, кейбір жандар осы түнді атап өту мақсатында еркеше тағамдар әзірлеп, үй ішін я болмаса мешітті безендіріп жатады. Бұл амалдардың барлығы негізсіз болып қана қоймай, дінсіз адамдардың ойлап тапқан амалдары. Бұл соларға еліктеу болып табылады. Еліктеудің бұл түрі күнә болып есептеледі, ал оны осындай қасиетті түнде жасау күнәні ауырлатуы ықтимал. Мұсылмандар бұл амалдан аулақ болулары қажет. Үшінші, кейбір адамдар бір жерге жиналып діни жиын өткізіп, ұзақ сабақтар оқиды. Мұндай амалдарды атқарудың қажеті жоқ. Бұл түні тек қана құлшылық, ғибадатта болған абзал. Төртінші, намаз, Құран оқу және зікір деген секілді құлшылықтарды топпен емес, жеке орындау қажет. Нәпіл намаз жамағатпен оқылмайды. Және де бұл түнді атап өту үшін жамағатты мешітке жинаудың қажеті жоқ. Керісінше бұл түні Алла тағаламен жеке қалудың жолын қарастыру қажет. Бұл уақыт әлемдердің Раббысымен тікелей байланысып және де оған ғана уақыт, оған ғана көңіл бөлетін кез. Бұл түннің қымбат сағаттарында жаратушы мен оның құлының арасында ешкім болмауы тиіс. Әрі Алла тағалаға ықыласпен, яғни еш нәрсеге алаңдамастан ғибадат қылу керек. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм бұл түнді ешкімнің қатысынсыз, тіпті жара Айшаның радиаллаху анха қатысынсыз өткізген. Сол себепті де рұқсат етілген нәпіл ғибадаттар жамағатпен емес, жеке атқарылады. Пайғамбарымыздың дұғасы саллаллаху алейхи уәсәләм: Алла бізге Ережеп пен Шағбан айларын берекелі қыла көр. Бізді Рамазанға аман-есен жеткіз деп дұға жасайтын. Алла тағала баршамызға Шағбан айын берекелі етіп, Рамазан айларына аман-есен жетуімізді нәсіп етсін.